өмір каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін қаймақтан қолдың сары майын жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге 3 литр қаймақ керек. Менде 3 литр қаймақ. Қолмен де араластыруға болады, миксермен де араластыруға болады. Миксермен осылай араластырып алдық. Қоюланғанша араластырамыз қаймақты. Міне қоюланды, қаймағымыз осылай суы бөлінеді. Ал мынаны қолмен араластырған кезде көп уақытымыз кетеді. Қолдың күшімен араластыру керек. Сары су бөлініп шығады, сол кезде май дайын болады. Сары майдан шыққан суды айранға не болмаса сүзбеге құйсаңыздар, құрттарыңыз майлы болады. Міне осылай су бөлінеді. Суды бөлек ыдысқа құйып алдым. Оны жаңа айтып кеттім, не үшін қолданатынымды. Міне осылай дайын болады. Бұл сары майға тұз қоссаңыздар да болады. Ақтұра мұздай суға жуамыз. Сары майдан бөлінген сары су кеткенше осылай мұздай суға жуамыз әбден. Тұз қосып істейтіндер де бар. Бізде балдар енді тұз қосылған майды жемейді, сол себепті мен тұз қосқан жоқпын. Әбден осылай мұздай суға шайқап жуып аламыз. Бөлек ыдысқа салып, мұздатқышқа салып қояды. Міне сары майымыз дайын. Сары майдан шыққан суды айранға құйдым. Араластырып қалтаға құямыз. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.